YouTube әлде Instagram? Кімге қайсысы ыңғайлы? Не үшін YouTube жақсы, не үшін Instagram жақсы? Енді соны талқылайтын боламыз. Бүгінгі тақырып YouTube пен Instagram'ды салыстыру. Енді барлығы не үшін YouTube дейсің, анау-мынау YouTube дейсеш, YouTube демей YouTube дейсеш дейді. Маған айтады көбі сөйтіп. Мен айтам, негізгі оқылуы ағылшынша тілде етіру соңында. Сондықтан ол кішкене жіңішке дыбысты білдіреді да, оқылуы YouTube болып табылады. Даже англичандар мекен біреулер YouTube деп айтады. YouTube. Сондықтан көбіне енді менің өзімнің 3 жыл бойғы YouTube'ті зерттеп келатқандықтан мен ағылшынша видеоларды көп тыңдап жүрмін. Сондықтан ол жерде YouTube деп айтады. Сондықтан барлықтарыңыз соған үйрене беріңіздер, өйткені жалғасты жалғас деп айтқан дұрыс, маратты марат деп айтқан дұрыс та, и соған сәйкес YouTube'ты да YouTube деп айтқан дұрыс. Не үшін Instagram тиімді, не үшін барлығы Instagram'да? Қараңыздар, не үшін көбіне YouTube'қа ойланып жүр, немесе кірісе алмай жүр, немесе YouTube'ты тастап кетіп жатыр деген сұраққа қазір жауап алатын боласыздар. Instagram қазір торговый площадка дейді ғой, яғни сату алаңы. Сол базар ретінде Instagram өте тиімді, өйткені ол жерде кілең бизнесмендер, блогерлар және де әнші жұлдыздардың барлығы Instagram'да отырады, және де өзінің жарнамасын жасау арқылы, ол жерде көп трафикті пайдалану арқылы, өзінің подписчиктерін пайдалану арқылы, ол жерден жарнама жасау арқылы ақша тауып отыр. Яғни ол жерде ақша алып келіп отыр. Instagram ақша алып келіп отыр, реально айтқанда. Ал YouTube'дан подписчик жинау қиын біріншіден, өйткені ол үшін көп жұмыс жасау керек, көп видео түсіру керек. Ол жерде YouTube'қа тек қана фото салып қойып отыра алмайсың. Ол жерге қызықты видео түсіру керек. Ал оның просмотры көп болу үшін ол ішіндегі мазмұны өте қызық болу керек. Сондықтан YouTube'тың кішкене контент жағынан алғанда проблемасы қиындау. Онымен көп жұмыс жасау керек, креативті жұмыс жасау керек деген сияқты өзінің кішкене ерекшелігі бар. Енді қараңыздар, егер мен кәсіп жасайтын болсам, мен Instagram'мен және де YouTube'пен жасап жатырмын деп салыстырып қарайық. Любой кәсіп деп алайық, любой тақырыпты, любой мысалға айтқанда, кез келген біреулерге бизнесмен, біреулер бизнесмен, менің каналымда, біреулер жаңа бастап жатқан блогерлар. Яғни барлығына түсінікті болу үшін сіздің де кәсібіңіз ол кәсіп болады. Жалпы сөзбен кәсіп деп айта берейік. Кез келген кәсіпті видеомен таныстыру үшін және де оны халыққа көрсету үшін оған Instagram'да, YouTube'да да жаңағыдай видео салуға болады. Енді қараңыздар, Instagram'да қандай шектеу бар? Instagram'ға сіз видеоңызды саласыз, барлық сіздің подписчиктеріңіз көреді, және де оны көріп болған соң лайк басады, немесе адамдармен бөліседі, және де оның клиенттері табылады сол уақытта, және де сол арқылы хабарласады. Енді қараңыз, ол Instagram 1-2 күн сіздің видеоңыз жүреді, қаралады, бірақ та ол бірнеше уақыт өткеннен кейін ол Instagram'дағы видеоны ешкім іздеп те отырмайды, ешкімнің алдынан шығып та отырмайды. Сондықтан осындай бір кемшілігі бар. Біреулер айтады, таргетинг рекламасы бар ғой дейді. Ол енді таргетинг рекламасы бар, әрине, ол арқылы ақылы түрде сіз басқа біреулерге көрсете аласыз, бірақ ол ақылы түрде ғой. Ал YouTube'та қалай? YouTube'та сіз видеоны саласыз, тақырыбын жазасыз, описание, тег барлығын жазып болған соң YouTube'қа салып жібересіз. Және де оны басқа біреулерге көрсетесіз, таратасыз, просмотрлар жинайсыз, жақсы жинайсыз, бірақ та ол тоқтап қалмайды. Instagram сияқты өшіп қалмайды. Яғни сол сіздің салаңыздағы тақырыпқа байланысты сөзбен YouTube'тан іздеген кезде сіздің видеоңыз сол видеолардың арасында жүруі әбден ықтималдығы жоғары. Яғни Instagram'да видео максимум 2 апта жүреді, 2 аптадан кейін ол кетіп қалады. Мысалға, ол видеоға 100 мың құюы мүмкін, 500 мың құюы мүмкін, тіпті 10 мың, 20 мың құйсын даже. Ол 2 аптадан кейін кетіп қалады. Жоқ ол видео Instagram'да. Ал YouTube'та ол мәңгілікке. 24 сағат, аптасына 7 күн, айына 30-31 күн деген сияқты жұмыс істей береді. Енді қараңыздар.
ол қай уақытта шығады? Ол сіздің тақырыбыңыз, сипаттамадағы сөздеріңіз және де тегтеріңіз барлығы бір-бірімен сәйкес келген уақытта, және де басқа да конкуренттік сіздің видеоңызға ұқсас видеолардың кілттік сөздері бір-бірімен сәйкес келетін болса, және де сол видеолардың арасында, сол видеоларға ұқсас видеолардың қасында шығып жүретін болады, және де іздеген кезде поиск топтан шығады. Сол арқылы ол таза өзінің аудиториясына көрінетін болады. Басқа анау-мынауға көрінбейді, тек сол сіздің тақырыбыңыздағы, сіздің салаңыздағы видеоларды іздеген адамға ғана көрінетін болады. Сол арқылы сіз өзіңіздің көрерменіңізді, өзіңіздің клиентіңізді алып отыратын боласыздар. Ендеше YouTube пен Instagramның негізгі артықшылықтары мен кемшіліктерін түсіндірген болдым. Бір YouTube'тың кемшілігі ол жерден сату кішкене қиындау жүзеге асады, өйткені YouTube'тан адамдар видео қарауға, демалуға, жайдарман сияқты әртүрлі қызықты бір ақпараттық роликтарды қарауға үйреніп қалған. Ал ол жерден сайтқа өтіп, ол жерден сатып алу кішкене қиынға соғады. Ол үшін қызығушылығын қатты арттыру керек және де тудыру керек десе де болады. Қызығушылық тудыру арқылы сіз жаңағы тіпті сол тауарыңызды да өзіңіздің клиентіңізді де ала аласыз. Ол жерде креативке шектеу жоқ YouTube'та, сондықтан ол да қатты проблема емес, но кішкене сәл-сәл бар енді. Өйткені халықтың нарықтың, YouTube'тағы нарықтың жаңағыдай жылдан жылға өсуі, жылдан жылға көбеюі клиент алуға да ыңғайлы болып келе жатыр. Сондықтан оған қатты қапаланудың қажеті жоқ. Сіздерге тек сәттілік тілейміз. YouTube'қа шығыңыздар, YouTube'қа кіріңіздер, Instagram'да да жүріңіздер, маған тіркеліңіздер, менің Instagram'ыма да тіркеліңіздер, өз жерге шығарып қоятын боламын. Соған тіркеліп қойыңыздар, мен әрдайым желідемін. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.